Барлықтарыңызға қайырлы күн, берекелі асхан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай қаттама деп аталатын қытырлақ, шелпек сияқты нанның түрін көрсетемін. Арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз жарты литр суға 1,5 қасық тұзды саламыз және көз мөлшермен 800-900 граммдай ұн саламыз. Жақсылап қамырды илеп аламыз. Иі қанған қамыр жақсылап жайылады, оңай жайылатын болады, сондықтан да жақсылап илеп қоюымыз керек. Сосын бетін жауып жарты сағатқа тындырамыз. Кем дегенде 3 бөлікке бөліп, әдемілеп бетін жауып тағы да қоясыздар. 10 минуттан кейін қамырды жақсылап жұқалап жайып аласыздар. Менің арнамда қамырды жаюдың оңай тәсілдері деген видео бар. Қамырдың бірінші қабатын жағып, еріп тұрған сары майымызды бетіне сүртіп аламыз. Одан кейін екінші қабатын қоямыз қамырдың, оған да сары майымызды жағып, жақсылап барлық жеріне жеткізіп, үшінші қабатын төсейміз. Сосын үшінші қамырдың да бетіне сары майымыздың қалғанын жағып, осындай ленталап, барлық қамырды кесіп аламыз. Сосын видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, барлық қамырды орап шығасыздар. Менде барлығы 8 қамыр шықты. Видеодан қарап жасай берсеңіздер болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Баяғыда ауылда осыны той жиындарда дастарханға қоятын еді, үлкен қазанға пісіріп, көп қылып. Мен 4-еуін пакетке салып, морозильникке салып қойдым. Кейін қажет болған кезде ертерек шығарып, жұмсаған соң пісіріп ала беремін. Енді қалған 4 шелпек сияқты қаттамамызды шелпек сияқты қылып жайып аламыз. Жұқалығын көріп алсаңыздар болады. 4-еуінде жайып болған соң қазанымызға майымызды құйып, май қызған соң ақырындап біреуден салып пісіріп ала бересіздер. Бірінші беті қызарған кезде келесі бетін аударып, барлығын 4 қаттаманы да солай пісіріп аласыздар. Егер майы азаятын болса, екеуінен кейін мүмкін кішкене тада май құйсаңыздар болады. Сонымен біздің қаттамамыз дайын. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Жасап жатсаңыздар ас болсын, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, қолдау көрсеткеніңіздер.